тарихи күн болып жатыр. Албаята әулетінде дастархан жайып Наурыз мерекесін өткізіп жатырмыз. Құда қаласа мынау ақсақалдарымыз, төрағаларымыз жақсы тілек айтып ашу сапарын өтпекті. Құда қаласа мына ойындарымызды әзір бастауымыз керек. Әрбір төрағалар әрбір спорт ойынына 4-5 төрағадан бөлініп қойылды. Тартыспай, ұламай, шуламай, жақсылап амалысын құдайлар өткізіп алайық. Мынау гир саласына әрбір несінің өзінің мамандарын шақыртып, соған бас осы жердегі гирдің қаршы қағамыз. 5 төраға бар, осы кісімен 6 адам. Уже жазылады, соның спорт екінші этажда гир болады, екінші этажда тартыс болады. Осы екі ойынды аман есен жақсылап өткізіп алайық. Құда қаласа ағайындар, бәрімізге жеңіс 30 болсын. Құда қаласа бұл екі өкшені көтерген бақ микрофонмен айтсайшы. Жігіттер сәл тынышталайшы. Ағада тұрғанда жігіттер сәл тынышталғанда естімей қалады. Саналмайды, мына көтер саналмайды. Қол қағаздар, шындақ қағаз қолды көріп. Мынанікі дұрыс. Ана кісі кетті. Ағаның басығы өтсе, қазір сіз қайда ол дұрыс емес. Мен де тұрғы бек. Беков, Абылбек, Нұрдәулет, Қырғызбай. Есенбек, Абылбек, Нұрдәулет, Бірінші сүргілме қалып қой. Біз тұрамыз үшін әдем көрдедігін өшінде қарап тұрып бір секунд па, кішкентай стартан ақ қойды. Қайталап жүрші. Осабаев, Бағдат, Нұрсұлтан Каримов. 14 адам. Ал, Нұрсұлтан, красавчик. Қырғыз ағайындардан. Красавчик, Нұрсұлтан. Allah, Қырғыз ауылынан Қылшығаш. Ne anda Қылшығаш, ne anda Қырғыз ауыл. Қанат жақсылап сұрай. Сен давай. Команда рейді көріп тұрмады. Ready, go! Asıl. Ашық қолдар байлап алайын мен, сосын ұстайсыздар. Қоятын. Давай, Есен. Сосын жауамыз. Қараша жауғашта. Ready, go! Прос керек, прос керек. Ready, go! Давай, Есен. Ерова красавчик. Қолдарыңыз қойыңыздар.
So'sini ortga qarab turamiz. Kishi төменгі ортамыз старт дейді. Киіп ал, көрсет. Адамдардың артын Тек демейді, тек қана тік тұрып, екеуін солай ма? Осал. Так, біздің жігіттер қайда? Арқан тартыс Тұрмақ басталды. мына жігіттердің қасына тұрма. Ұстап қалуға жаңағыдай. Ал тойғон құтты болсын тәке. Тайып кеткен жағдайда. рахмет. Бірдеңе десеңші. Түсіре отырсың ба? Басынан бастайын. Ұзақ тұрдыш. Иә. Ортаңғы стартта тұрамыз. Той басталды, мына қаласа арқан тартыс. Қайында? Өгіз тартыс. 1, 2, баса! Давай. Көрем, доғыл жабылақтарымыз. Кейбарыз 4-ші нөмірде Маңғытайдан баласы қонысы Бағдат. 1, 2, 3, тарт! Ол. Маңғытайдан баласы қонысы Бағдат. Оған қарсыласы болып, Қырғызстан баласы Нұрсұлтан балуан шақырылады. Мал салмақ келмейді ғой мынау. Қырғызстан баласы Нұрсұлтан. Ерсұлтан. Ерсұлтан. Екі. Бір аяқты артқа екінші тізен шығамыз. Тізен от тіреп аламыз. Дайындалып тұрамыз. Дайынбыз ба, я? 1, 2, 3, тарт! Жеңісі жетті. Атаның баласы Қайыпбек Мырза балуан шақырылады. 8-ші болып Құрбан атаның баласы Алихан балуан шақырылады. 2, 3, тарт! Арман. Жетімдер атаның баласы Жанғали балуан. Сұр жейдеде жетімдері атаның баласы Жанғали балуан. Қара түсті жейдеде Брат, артқа тұр, шаман, брат, артқа. Қарашатан баласы Сәрсенбек Арман. Тізеге отырамыз. Қол тіреп аламыз тізеге. Екі шақтан. Дайын тұрамыз. Дайынсыз баламды. 1, 2, 3, тарт! Салмақ. Бұл жұтта жеңіске жеткен Қарашатан баласы Сәрсенбек Арман балуан. Дуғол жабылады. Жауғашты атаның баласы Ерлан. Құлшығаш атаның баласы Иманбаев Ердәулет. Орта шығырда. Құлшығаш атаның баласы Ердәулет. Оң жақта ақ сызық бар трикодағы балуан. Жауғашты Ерлан балуан. Қолды тізеге тіреп аламыз. Дайынсыздар болыңдар, я? 1, 2, 3, тартамыз. Ойнамай. Мына ұста жантас. Шатан баласы Иманбаев Ердәулет. Шабала отпаңыздар. Тіреп тұрып аламыз, дайындалып. Балалар, дайынсыздар ғой, я? 1, 2, 3, тарт! Қол тіресе болды жүр, оныз шағалар. Болат Бейсенбек Ақылбек балуан, дуғол жабалақ. Бұл мен сол жағында. Үстеп ұста, Маңғытай қоныс балда, дұрыс па? Дайындалып. Балуан давай. Балалар дайындаламыз, қолда тізеге тіреп тұрып аламыз. Ал, финал. Қол жерге тіремейміз, тізе тіремейміз. Дайынсыздар ба? 1, 2, 3, тарт! Құдайберген қарсыласы
Қараша атаның баласы Сәрсенбек Арман. Кішкене жайыңыз, кішкене бір, екі, үшті. Бұл жұтта жеңіске жеткен үш атаның баласы Асылхан Құдайберген. Бұны жауапты қойылдар балуандарға. Сәрсенбек Арман. Құлшығаш атаның баласы Иманбаев Ердәулет. Бас киімі бар балуан Құлшығаш атаның баласы Ердәулет. Оң жақта Қараш атаның баласы Сәрсенбек Арман балуан. Балуан бір, екі, үш, баса! Қайтадан спортсмендер өздері кеңестіріп қайтадан үш деген кезде тартамыз. Старт айтпай қойып, бір, екі, үш деген кезде тартамыз. Түсінікті ғой? Линияға. Дайын тұрамыз. Видеоға түсіп тұраш. Дайын тұрамыз. Оланда дайынсыздар ғой. Қол тіреп аламыз. Бір, екі, үш. Жігіт, оң жақтағы палуанымыз үш атаның баласы Асылхан Құдайберген. Балуандар, жақсы тыңдап алашы, жаңағыдай жанжал болмасын. Сосын үш деген кезде жаңа тартамыз, старт айтпаймын. Бір, екі, үш. Үштен кейін тартамыз. Түсінікті ғой, дайын тұрамыз. Қол тізеге тіреп аламыз, қауіпсіздікке байланысты қол тіреміз. Бірден тартып құлатып кетпеу үшін. Дайындал. Бір, екі, үш. Қалайық, сол жақта көк киімдегі Тоқболат атаның баласы Бейсенбек Ақылбек балуан. Оң жақтағы балуанымыз қара киімде Қараша атаның баласы Сәрсенбек Арман балуан. Жартылай финал. Балуандар дайынсыздар ғой, бір, қол тіреп тұрамыз. Қауіпсіздікке байланысты құлап кетпеу үшін. Бір, екі, үш. Бұл балуандардың жұмында жеңген балуан бүгінгі жүлделі 3-ші орынға ие болады. 3-ші орын және 4-ші орын. Қара түсті киімде үш атаның баласы Асылхан Құдайберген балуан. Көк түсті киімде балуанымыз Тоқболат атаның баласы Бейсенбек Ақылбек балуан. Шамал артқа емес, шамал артқа. Екі, үш. Құдайберген балуан елінді. Бұл шамалақ. Чемпиондықты анықтау үшін ортаға Мамқытай атаның баласы Қонысы Бағдат балуан мен Қараша атаның баласы Сәрсенбек Арман балуан шақырылды.
Utkanı bugünkü günün şampiyonu, Utkanı 2. orun. 3. Göz okunup kaybolur konup tutulsa türeni beyni ontuluğum Kamsız fokulap sangurak sakolap ardımak geledi ayvaylar attırağım Ruhunu sandırgan dudanı sandırgan kazaktın duvarı dağlanı Al tane bir kamına çözeceğim. Bugünkü günden, bugünkü tartıştım. 3. orun. Yegeri 3 adamın balası Aslan Kuraylı'ya kalmadı. 2. orun Karaşat'ın balası Kasımbek Arman balası. Öbür tartıdan bugünkü şampiyonumuz Mahmutaya'dan balası Konsa Bağdat balası. Jüldegenler, Jüldegenler Oğuz, Bilese, Hayrakata, Oğuz'a, 13, Ağaylar sıvadı mı? Bilese, Kulşaşata, 13, Bit koysandır ağaylar. Bunu soğuk, yekini, yeni, neden kaldırgan ortada. 1 metr ortada, bir ısayani var, arakaştı. Osıdan ayağı, yer bir şıtırma, kapitan, yer aldılar turma. 1, 2, 3. Jeniden sağladım. Kamadaları boşatamız. Ne oldu? Kilis kamadaları örmeğimizde. Kamandası. Oğul jakta sağladanın malları kamandası. Kırsalı ağaylar. Tuğatile oldu kızlar. Analar maydan koy. Жақын ұста, Aydos. Siz kanal ustaşsınız. Kaç verirсiniz? Ya. Kızı sıkı жақын ұстаймыз ya. Dayındaламыз, жылқыма тартпаймыз. Түсінікті ғой ya. Bir адамға қарамаймын және. Бірақ жалпы команданы жылқы алып тартып olmuyor. Түсінікті ғой. Сүйрегенге алып кетеміз. Түсінікті ма? Dayındaламыз, балуандар. 1, 2, 3 тарт. Gol. Бұл жұтта жеңіске жеткен Саңғыладан балалары. Al ışatan ballara. Eldos. Құрбалatan балалары 4 адам болып тұр. Bir adam koşsun da o. Bir adam қосылу керек. Başka adam koşulsuz mu iş? Бірақ сол жақта менің сол жағымда тұрған 3 адамның балалары. Оң жақта тұрған Аспа. Оң жақта тұрған Құрбан атаның балалары. Тоқта. 2, 3 тартамыз. Гол. Bir, üç.
жағы Тоқболат Ұран балалар командасы. Балуандар сәттілік тыңдаңыздар. 3 Бол, қашы болмайды, қашы болмайды деп ескертіп жатырмын ғой сіздер. Мынау жігіт өгіз тартыстан бірінші орын алып бас жүлде. Және арқан тартысқа шығып отыр. Саталып қашып кетіп жатсың. Мына белгілер құран белгі тұр. Ортадан бөлек екі жақтың белгісі. Осы белгі өткеннен кейін 2, 3 Ағайындар бұл жерде жер командадан Финалға шыққандар. жер командадан қазір жер нөмір таратамыз. Жаңағыда жер өтті, жер нөмір ұстап жатыр қазір. Туысқандар, жер нөмір. Арқан тартудан мен смотришь? Сенің танымалдық. Арқан тартудан мен енді төрешінің жақсы ғой бір деген. Старшиймін ғой енді. Сұлтан давай, мен қасында тұрайын ба? Микрофонды бер, микрофонды. Өз адам балалар, оң жағында шаңғы адам балалар. Ал сәтті балалар. Қызысыз өтсе болды. Себебі айны 3 Кто же это? Ол Шата және Қолшығаш. 1, 2, 3 Ыңғайлы балалар, дайынсыздар ма? 1, 2, 3 Маңқай және қайыру. Маңқай. Анау. Шата. Bir adamdı veriniz. Оң жағындағы балуандар Қараөзек ұрпақтары. Ал балуандар. Аймасаңыздар 1, 2, 3 Şasanın ballar şampiyon. Ya, boldu bitti.
Бейбарыс Абсамат деп жазылсаш, Абсамат Бейбарыс деп. Абыройлы, елдігі бар, керегесі жайылған, болып жүрген көпке үлгі. Айтулы күн той басталсын ағайын, шашу шашып тілек айтып қалайын. Сізге арнап ақ дастархан жайылған, ниет етіп Алладан үміт қылайын. Жеті қаны білетін ұлың болсын, жеті өнерді меңгерген қызың болсын, өнегелі өресі кең анаң болсын, асынды жұртың болсын. Төрағасы Қоңырат ата елдің президенті Қанжығып Сызық ағамызды арнайылап шақырамыз. Және де бүгінгі осы іс-шараны ұйымдастырушысы Барысқан Сатқұлақұлы Жанадилов ағамызды. Және де Астана қаласы бойынша Қоңырат елінің президенті, ру басшысы Марат Шонаев ағамызды шақырамыз. Қол сонай, қошеметпен қарсы алайық. Қымбатты бүгінгі үлкен іс-шараға Наурыз мерекесіне арналған салтанатты жиынға келген қонақтар. Біріншіден мен сәл кешірім өтіп, тамадалық сөзін сәл жөндеп берейін, қайсы болар. Мен сенаттың төрағасы болған емеспін. Мен сенаттың депутаты болдым. Сенаттың төрағасы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев сенаттың төрағасынан еліміздің президенті болып сайланды. Шатасып қалып жүрмейік. Біз саясиға кетіп қалуымыз бұндай темаға бұратымыз. Қымбатты бүгінгі іс-шараға жиналған көпшілік, баршаңызды мынау дәстүрге айналған біздің Астана қаласында Қоңырат баба қауымдастығының аталарының жыл сайынғы өткізіп тұратын өздеріне келісілген графигі бойынша биылғы алғията бабамыздың жаңағы өкілдерінің, ұрпақтарының өткізіп отырған ұлы Наурыз мерекесіне арналған, ұлы жеңістің 80 жылдығына арналған үлкен тойы құтты болсын деп айтқым келеді. Сол кісіге арналған арнайы сұхбаттар өткізілді. Бұрын о кісіні білмейтін адамдардың бәрі осындай бізде азамат бар екен ғой. Нұртас дейтін қазақтың үлкен азаматы екен ғой. Ол мынау оңтүстіктен шыққан екен ғой. Түркістанда туып өскен екен ғой деген сияқты басқа елдің азаматтары, басқа облыстың біздің ағайындары, басқа ұлттың азаматтары осы біліп жатты. Міне сол сияқты былтырғы жылы біз Шымкент қаласында осы Алғи атаның ұрпағын, атақты ұрпақтарының бірі Төлеген Тәжібаевқа арнап ескерткіш аштық. Төлеген Тәжібаевты білесіздер ме мысалы? Ата анасынан жетім қалып, 1917 жылы 7 жасар кезінде Арыс қаласында бір орыс Коновалов деген темір жол шатырап алған. Әкеде жоқ, шешеде жоқ, ағайын туыстарда ешкім жоқ. Бәрі 17 жылғы жылан жылында бәрі қайтыс болып кеткен. Сол жаңағы бір арықтың ішінде өлейін деп жатқан жерінен жаңағы орыс тауып алып, соны тәрбиелеп, өзінің балдарымен бірге мектепке беріп, кейін Сұлтанбек Қожановтың ашқан Арыс қаласындағы балалар үйіне кіріп тәрбиелеген. Сол өсіп, білім алып, Москвада оқып, Қонаевпен бірге қатар жұмыс істеген. Қонаевқа да көмек көрсеткен. Қонаев 12 жылғы болса, бұл кісі 10 жылға, 1913 жылға. Қонаевтан 2 жасын үлкен болған. Бірақ 54 жасында қайтыс болып кетті ол кісі. Ол Қазақстанның оқу министрі болды, сыртқы істер министрі болды, министрлер кеңесінің орынбасары болды, Казгудың ректоры болды, біздің Үндістандағы елші болды. Міне осындай біздің жаңағы керемет азаматтарды білеміз бе мысалы біз? Біреуміз білеміз, біреуміз онша білмейміз. Міне біздің ұйымның, біздің осындай қауымдастықтың негізгі міндеттерінің бірі елдің арасында осындай еліміздің керемет азаматтарын халыққа кеңірек насихаттап, көбірек түсіндіру. Міне қазір ол Шымкент қаласының әкімі Ғабит Сыздықбеков деген азамат жұмыс істеп жатыр. Біздің елдің азаматы.
өз уақытысында сол оңтүстік Қазақстан облысында жүрген азаматтар Алпамыс батырға ескерткіш қоюға орын таба алмаған. Оны бір білетін шығарсыздар. Осыдан 10 жылдай бұрын. Сөйтіп сонау Ташкенттің шыға берісінде қаланың шетінде бір айдалаға қойып қойған болатын. Жер табылмағаннан кейін. Онда да ол жеке меншікті жер, ол жер жағынан біздің анау кім? Амангелді Соқбеков деген жігіттің жері, сол өзінің жерін берді. Міне Ғабит келді қазір. Алпамыс батыр кім екенін білесіңдер ғой. Қоңырат деген елінде, Жиделбайсын жерінде Байбөр деген бай болыпты, 4 түлігі сай болыпты, бір перзентке зар болыпты. Сол зар болған перзент Алпамыс батыр 1000 жылдық тарихы бар. Ол да біздің елден шыққан. Соны жаңадан келген біздің елдің азаматы алып, Шымкенттің ең кіреберісіне, үлкен биікке, бұрынғы Шымкенттің туғанын алып тастап, сол жерге ескерткішін қойдырды. Міне осындай елдің азаматтарымен біз мақтануымыз керек. Жетісайдан шыққан Шәкен көбісі. Есқараев Шәкен деген үлкен азамат, ақсақал болған соғыстың ұлы. 3-ші ұлы. Дәрігер, высшей категории. Кандидат медицинских наук Досқалиев деген министрмен бірге жұмыс істеген. Соның жаңа шәкірті болды. Сол бәнау жаңа заманның ағымына сәйкес бәрін қойды да, бірақ бизнеске өтіп, қазір Қазақстанның атақты бизнесмендерінің бірі болды. Міне сіздердің осы отырған залдағы отырған осы зал, осы кісінің залы. Осында не бір той-малақтар өткізді, не бір керемет шаралар өткізді. Міне осындай азаматтармен біз мақтануымыз керек. Енді бірақ зал сенікі болғаннан персонал сен туралы айттым. Біз бүгінгі таңда бірігуіміз керек. Ел болу үшін не болу керек? Бірігу керек. Ынтымақ керек, бірлік керек. Бірлесек қана, ынтымақта болсақ қана біз жеңіске жетеміз. Бұл жалғыз біздің қауымдастық емес, бүгін қазақ елі бірігу керек. Қазақ елінде тұратын барлық ұлттар мен ұлыстар бірігу керек бір-біріне. Сонда ғана біз мықты мемлекет боламыз. Ал мықты мемлекет болу үшін әр отбасы мықты болу керек. Отан отбасыдан басталады деген сөз бар қазақта. Жалғыз отбасы емес, отбасыдан кейін құрылады, ар жағында ағайын туыс болады. Одан кейін қауымдастық болады, ұру болады, басқа болады. Солар бір-бірімен мықты болу керек. Бірақ бүгінгі бас қосып отырғанымыздың да басты мақсаты бірігу, ынтымақтасу. Осыдан келгенде соңғы кезде біздің тайпада, біздің қауымдастықта іріткі пайда бола бастады. Мынау Жетісай жақтың қазақтары арасынан жаңағы бір білгіші дәу шығып, ол өз алдына бір қауымдастық құрып алып, мен президентпін. Біз өткен жол келіскен президент деген сөзді айтуға болмайды. Елде бірақ президент бар. Ол елдің президенті Қасым-Жомарт Кемел Тоқаев. Қалғандарымыз бар соның қарамағында жүрген, біреуміз төрағамыз, біреуміз оның орынбасарымыз, біреуміз басқа әртүрлі басқа атеді ғой, бастықтың атын тауып алған болды. Біреуміз басшымыз, біреуміз меңгерушіміз деген сияқты. Сол қоңыраттардың арасы бөлініп кетіп отқан сияқты. Ары қарай барайық, қоңырат емес, ұрудың арасында бөлініп кетіп отқан сияқты фактілер бар. Анау мен боламын деген сияқты ұру басы. Вот содан сақ болуымыз керекпіз. Содан сақ болудың жолы қандай? Соны айтайын деп. Былтыр біз Сұлтанбек Қожановтың 130 жылдық тойын тойлағаннан кейін іс-шарада осыны айтқанбыз. Пікір таласқанбыз. Естуіміз керек осы төңірегінде. Осыны айтып пікірге келіп, соны біз елге жеткізейік осы әңгімені. Елде осы әңгіме қозғалсын, сөйтіп бір пікірге келейік. Бізде барлығымыздың ойымыз бір жерде болатын болсын. Бір жерден шығатын бір орталық болу керек дегеніміз. Біреу Жетісайдан орталық ашып алған, біреу Шымкенттен ашып алған, біреу тағы бір жерден ашқысы келеді мысалы. Оның бәрі ол өңірлерде бола берсін. Ол орталықтың бір филиал болып қалсын. Сол өңірдегі соның филиал болып қалсын. Солар арқылы елмен жұмыс істеуге болатындай болсын. Ал қандай болу керек орталық? Орталық халықтың бәрінің баратын жері болу керек. Бара алатындай жер болу керек. Поездбен барса да, самолетпен барса да,
Мәшинамен барса да соған тезірек барып, қай жақтан болсын, Қазақстанның түкпір-түкпірінен болсын, осы Қоңырат орталығына барып, ата-бабамызға Құран оқиық, ас берейік, жылына бір рет бас қосып қояйық деген сияқты. Енді оның ар жағында көптеген ой пікірлер болып қойын, бір айта беруге уақыт жоқ. Сондай орталық құру керек. Ол орталық қай жерде болу керек? Меніңше, ол орталық Түркістанда болу керек. Оған 5-6 гектар, 10 гектар жер бөлу керек. Немесе Арыстанбаптың түбінде болу керек. Арыстанбапқа да бүкіл халық барады, Түркістанға да барады. Түркістанға барған адам Арыстанбапқа барады. Арыстанбапқа барған адам онда түнейді да, ертеңіне Әзірет Сұлтан әулиеге барады. Рахмет Яссауиге. Арасы қалдыр. Республикалық 4 баласы жол салып жатыр. 60 километр 40 минутта баратын болады. Алғия атаның осындағы төрағасы Дәулетінің арнайы уақытын бөліп Алғия атаның төрағасына барысқан бауырым келіп отыр. Қазақта мақалдар бар өзі. Қол бірікпей, инелікпейді дейді, осының бәрі сол бірліктің арқасында отқан дүние. Сондықтан сіздерге Алланың рахметі olsun деген дендеріңіз сау болсын. Көп уақыттарыңызды алмайын. Мына істеп отқан тірліктің бәрі елдің бірлігі үшін болып отқан нәрсе. Қазақ рудан, тайпадан тұрып, іргелі ел болған. Бұл бөліну үшін істеліп отқан жоқ, бірігу үшін істеліп отқан дүние. Сондықтан осы ынтымақ жоғалмасын деген білем. Мына Алматыдан Мараттың коллегасы келіп отыр. Алматыдан Қоңыраттардың төрағасы Көпеш Марат деген азамат келіп отыр. Осы Алматы ағайындарда осындай бас қосу ынтымақты дүние бар. Сондықтан ағайындар жаңа көп нәрсе айтып жатыр ғой, өте орынды. Қазір бәрінің өзінің орталығы бар дегенмен бір жерде болсын деген өте жақсы дүние. Жігіттердің бәрі қалайға ойланып жүр. Аяқ кеңес үкіметі кезінде білесіз ғой, 5 жылдық, 7 жылдық деген план болған. Жігіттер ақшасын реттеп жатыр. Құда қаласа ойлаған нәрсе болатын шығар. Мынау астықты болсын, ден сау болсын, жылда болсын ауызға сен жете берейік. Айналайын болатын көп рахмет. Кешелі бері осы жерінің жайындамыз. Өте тамаша тірлік істегесін. Ағайынға қызмет жасап жатсын айналайын. Еңбегің жансын. Денің сау болсын. Бәрілеріңізге Алланың жақсылығын тілеймін. Мына астықты болсын, деніміз сау болсын, той қыласын. Мерекеліміздің Алғияның бірлігін бекем, тірлігін түзу, ынтымағын ыдыратпай отқан ел ағасы, Алғи қауымдастарының төрағасы Барысқан аға. Құрметті бүгінгі Наурыз тойына жиналған ағайындар, Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналып отырсыздар, елден келіп отыр, үлкен ағаларымыз келіп отыр, елге қызмет сіңген. Бұл отырыстың өзі, жаңа көкем айтып өтті, бұл осы 10 жылдың. Алла осының бәрін қабілет, қазағын басына кереметтей жақсы күндер туа берсін. Тағы да құтты болсын. Ағайын, біз енді осындай шара істеп жатқаннан кейін, осындай шараны енді адами фактор жасайды ғой. Адами фактор ол кім? Ол біз, сізбен біз. Сол азаматтарға кішкене мадақтау жасап, қошемет жасап, бір өзіміздің үлгілі әрекетіміз жасасақ деп отырмыз. Соған рұқсат етіңіздер. Елдің құрметті азаматы, қоғам қайраткері, мемлекеттік қайраткер, осы исі Қоңырат, исі қазақ сыйлайтын біздің Қуаныш Айтаған көкемізді білмейтін адам жоқ. Қуаныш көкемен бірінші осындай өзіміздің құрметімізді көрсетсек, Қуаныш көке қарсылық жоқ қой. Қазақстан Республикасының құрметті азаматы деген осы ағайындардың бір құрметін берсек, қалай қарайсыздар? Жақсылап шапалақ ұрайыншы ағайын. Қошемет, қошемет. Енді заңды. Мынау қазақ айта деген жақсының жақсылығын айтын ордасын дейді. Қуаныш көкемді білмейтін адам жоқ. Бір осы кісіге бір алғыс ниетіміз жасасақ, Алла қабыл болсын. Исі Қоңыраттың басында
осындай ерен еңбек